Қарғыс атқан қала. 1725 жыл. Түн аспанды қалың тұман басқан. Айдың көмескі сәулесі үрей шақырады. Францияның бір түкпіріндегі кішігірім Лорейн ауылы қара түнекке оранған. Сол түні ауылда бір ерекше оқиға болды. Қап-қара мысық дүниеге келді. Ауыл тұрғындары мысықтың көзіндегі отты жарқылды байқап, бойларын үрей биледі. Бұл жынның белгісі деп сыбырлады бірі. Бұл зұлымдықтың хабаршысы деді екіншісі. Көп ұзамай адамдар жиналып, мысықтың баласын өлтіру туралы шешімге келді. Олар алау жағып қолдарына айыр мен күрек алып, мысықтың үйіне қарай беттеді. Бірақ ана мысық адамдардың ниетін сезді. Ол баласын матаға орап, сайға қарай домалатып жіберді. Қараңғы тұман арасынан әлдебір көлеңке сырғып өтті де, баланы алып кетті. Тұрғындар үйге кіріп, баласын таппаған соң, ызаға булықты. Олардың ашуы ана мысыққа түсті. Оны ұстап, тірідей өртеп жіберді. Жалын лапылдап, аспанды жарық қылды, ал мысықтың азапты шиқылы түнгі ауаны жаңғыртты. Бәрі бітті деп ойлаған адамдар үйлеріне тарқасты. Алайда олар қатты қателесті. Күндер өтті. Ауыл тыныштыққа оралғандай болды. Бірақ бір түнде әлдекімнің жан түршігерлік айқайы естілді. Келесі күні бір отбасы түгел қырылып жатты. Тағы бір түн өтті, тағы бір үйдегі адамдар қаза тапты. Адамдар қорқыныштан діріл қақты. Өлім тоқтамады. Әр түн сайын біреу жан тәсілім етті. Куә болғандар қара тұман арасынан екі жарқыраған көзді көргендерін айтты. Ауыл қарғыспен таңбаланған еді. Ақыры тірі қалғандар ауылдан қашып тастап кетті. Жылдар өтті, ғасырлар ауысты. Бос қалған жерді табиғат өзіне қайтарды. Қираған үйлерді шөп басып, өрмекшілер торлап алды. Жаңбыр шайған тастардан тек елестердің сыбдыры ғана естілетіндей. Қазіргі заман. 1998 жыл. Сол қарғыс атқан жерге жаңадан адамдар келіп, үлкен қала тұрғызды. Көз тартарлық биік ғимараттар, жарқыраған көшелер, заманауи технологиялар барлығы өркениеттің жеңісіндей көрінді. Бірақ олардың бірі де бұл жердің тарихын білмеді. Бір күні қалада түсініксіз жағдайлар басталды. Алғашында болмашы нәрселер, шамдар өздігінен жанып өшті, электронды құрылғылар істен шықты, адамдар түнде біреудің сыбырын еститін болды. Бірақ уақыт өте келе, бұл жағдайлар адам өліміне келді. Бірінен соң бірі кенеттен жан тәсілім етті. Дәрігерлер себеп таба алмады. Ғалымдар зерттеулер жүргізді, бірақ нәтиже болмады. Қала үрей құшағында қалды. Тек бір ғана адам, қарт шіркеу қызметкері Пьер, бұл жердің құпиясын білетін еді. Ол жиналған халыққа баяғы 1725 жылғы оқиғаны айтып берді. Адамдар шошыды. Бұл қарғыс, деп айғайлады біреуі. Біз кетуіміз керек, деді екіншісі. Жергілікті билік халықтың үрейін басуға тырысты, бірақ тым кеш еді. Күн сайын қала босап, адамдар қашып кетті. Көп ұзамай жарқыраған қала бос қаңқалардан ғана тұрды. Уақыт өте келе ғимараттар тозды, көшелерді шөп басты. Тек қара тұман ғана осы жердің иесі болып қалды. Ал әлдеқайдан екі көз жарқырайтын. Сол жерге енді ешкім аяқ баспады. Ол өлі қалаға айналды. Қайта оралған үрей. Бірнеше жылдан кейін ғалымдар мен зерттеушілер бұл жерді қайта зерттемек болды. Олар соңғы тіршілік белгілерін бақылау үшін түнде лагер құрды. Аспан қоюланып, жел олып, тылсым үндер шыға бастады. Түн ортасында әлдебір белгісіз дыбыстар естілді, жан түршігерлік мияулау мен адамның шошынған айқайы. Таңертең лагерден ешкім табылмады. Бар болғаны жыртылған шатырлар, қанға боялған зерттеу құралдары және жерде терең тырнақ іздері ғана қалды. Қала қайтадан тыныштыққа оранды. Бірақ енді ол мәңгілікке қарғыс атқан мекенге айналды. Түнгі тұман арасынан баяғыдай жарқыраған екі көз қарап тұратын. Бұл жерге енді ешкім келмеді.